олар осылайша ауыздарымен дінді өшіргісі келеді дейді, Алланың нұрын. Араб құл дейді, анау дейді, мынау дейді, неше түрлі әр заманның уақытының өзінің сондай бір тәсілдері бар. Қазір сондай біреулер шыққан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва айтып жатыр, Аллахи, Алланың атымен ант етіп айтып жатыр, Алла тағала бұл дінді толықтырады деді. Хадистерде келеді, саябулугу хазал амру ма балагал лейлу ва нахар. Бұл дін күн мен түн жеткен жердің бәріне жетеді дейді. Оларды күйдіріп жатқан нәрсе не? Ислам дінінің дамуы, ислам дінінің кеңінен таралуы. Қазір ең тез дамып жатқан, ерушілер көбейіп жатқан дін ислам діні. Ол мейлі батыста болсын, ол мейлі Америкада болсын, кез келген жақта. Тіпті басқа дін өкілдерінің ғибадатханалары мешіттерге айналып жатыр. Мешіттер жамағатпен толып жатыр. Тіпті неге барсаңыз, мысалы, жай ғана Түркиядағы әуежайда, тағы басқа кейбір әуежайларда қайсында бар екен білмеймін, бірақ Түркиядағы анық есімде, бұл жерде бір 3 түрлі дін иелеріне ғибадат жасайтын орнын бекітіп қойған. Біреуі мешіт мұсылмандардікі, одан кейін тағы басқа 2 дінніңкі. Сонда ана екеуін қарасаңыз, іші бос, біреуінде біреу кіріп алып ұйықтап жатыр. Ал мына жақта мешітке келсеңіз, ағылып жатқан адамдар намаз оқып кетеді, екіншісі келіп намаз оқып жатыр. Мына жақта дәрет алып жатыр адамдар. Жылына әлемде мысалы қанша бала Құранды жаттап қари болып жатыр. Медреселерде қанша шәкірттер оқып жатыр. Мысалы үлкен медреселерде көресіз, Бухариді оқып жатыр, Муслимді оқып жатыр, Абу Дауудты оқып жатыр шәкірттер. Оның бәрін көріп, аналардың былайша айтқанда іші күйеді. Сонымен неше түрлі айлы әрекеттер жасайды. Ал діннен тосу үшін әр нәрсені айтады. Ал бірақ Алла тағаланың уәдесі бар. Бұл дін бүкіл әлемге жайылады дейді. Күн мен түн жеткен жердің бәріне ислам жетеді дейді. Ислам жетеді. Бұл Алла тағаланың уәдесі. Алла тағаланың уәдесі міндетті түрде орындалады. Және оны өмірде көріп жатырмыз. Сол үшін де олар әйтеуір бір әрекеттерін жасап, әлгі күнді қолымен тосқысы келген адам сияқты бір әрекет жасап жатыр.